Менің приемыма жүкті әйелдер бел ауруына шағымданып жиі келіп жатады. Жүкті әйелдердің белі не үшін ауырады? Өйткені сіздің балаңыз өскен сайын сіздің омыртқаңызға қосымша нагрузка түсе бастайды. Және де біздің омыртқамызда өзінің осындай майысқан жері болады, физиологически лордоз дейді. Осы майысқан жері одан бетер майыса бастайды. Өйткені тяжесть алдыға қарата өскеннен кейін біздің омыртқамызды алдыға қарата тартады. Содан кейін сіздің нерв талшықтарыңыз қысылып, беліңіздің тұсында ауру сезімі пайда болады. Бірақ та сіз қорықпаңыз. Егер сіздің беліңіз ауыратын болса, сіз ыңғайлы аяқ киім киіңіз, уақытылы дем алыңыз, ауыр зат көтермеңіз. Егер қатты прям шыдатпай мазалайтын болса, сізге тек қана парацетамол ішуге болады, легкий массаж жасауға болады, лечебный физкультура жасасаңыздар болады. Бұл состояние өз бетінше 1 ай мен 3 айдың ортасында қайтады, сондықтан еш уайымдамаңыздар. Ал егер одан да ары бел ауруы мазалайтын болса, баланы емшектен шығарғаннан кейін ғана біз полноценный лечение тағайындай аламыз. Сондықтан өздеріңізді күтіңіздер. Жүкті жақындарыңыз болса, осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар.